Құрметті көрермен, егер әңгімем сізге ұнап әсер қалдырса, арнама тіркеліп бейнеге лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз жаңа әрі қызықты хикаяларды жиі ұсынуыма үлкен мотивация береді. Пікір қалдырып ойыңызбен бөліссеңіз, мен үшін өте құнды. Қолдауларыңызға шын жүректен рахмет. Күйеуімнен айырылған күні өмірім тоқтап қалғандай болды. Бірақ ол кезде мен алда одан да үлкен сынақ күтіп тұрған білмеппін. Анашым, әкем бүгін ерте келе ме? Ұлымның осы бір сұрағы әлі күнге дейін құлағымнан кетпейді. Ол кезде біздің өміріміз сондай бақытты еді. Ешқашан дәл сол күндердің аяқталатынын ойламаппын. Менің атым Гүлбаршын. Қазір 4 баланың анасымын. Бірақ бүгінгі бақытым бір күнде келген жоқ. Оның артында көз жасы, қайғысы, елдің сөзі, тағдырдың ауыр сынағы жатыр. Бұл оқиға осыдан көп жыл бұрын Басқан өзенінің жағасындағы шағын ғана ауылда басталған. Біздің ауыл аса үлкен емес еді. Бір-бірімізді түгел танитынбыз. Бір үйде қуаныш болса, бүкіл ауыл қуанатын. Бір үйде қайғы болса, бәрі қабырғасы қайысқандай бірге қайғыратын. Әкем мал шаруашылығымен айналысты. Анам ауылдағы кітапханада жұмыс істейтін. Үйдің үлкені болғандықтан, кішкентай кезінен жауапкершілікке ерте үйрендім. Бірақ менің жаным өнерге жақын болатын. Қолыма қарындаш түссе болды. Ақ қағазға бірде тау, бірде өзен, бірде ауылдың қарттарын, бірде балаларды сала беретінмін. Анам кейде суреттерімді көріп, «Қызым, сенің қолынан бір күні үлкен іс келеді», деп маңдайынан сипайтын. Сол сөздер маған ерекше күш беретін. Мектепті бітірген соң, аудан орталығындағы колледждің сурет және қолөнер факультетіне оқуға түстім. 4 жыл қалай өте шыққанын байқамай қалдым. Дипломымды қолыма алған күні ең алғаш ойлағаным туған ауылыма қайтып балаларға сурет салуды үйрету болды. Арманым орындалды. Өзім оқыған мектепке сурет пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналастым. Алғашқы сабағым әлі есімде. Қолым дірілдеп, балалардың алдына шыққанда қатты толқыдым. Бірақ балалардың аңғал күлкісі қорқынышымды ұмыттырды. Көп ұзамай олар мені жақсы көріп кетті. Мен де әрқайсысын өз бауырындай қабылдайтынмын. Сол кездері тағдыр мені болашақ жарыммен қайта жолықтырады деп ойламадым. Ильяс. Ол менен 4 сынып жоғары оқыған. Мектепте жүргенде бәрі оны мақтайтын. Ұзын бойлы, сабырлы, ешкімге дауыс көтермейтін. Спорттан да, оқудан да алдыңғы қатарда жүретін жігіт еді. Мен оған ешқашан жақындап сөйлеспегенмін. Тек алыстан көріп, іштей құрметтейтінмін. Колледжден келгеннен кейін бір күні ауыл дүкенінің алдында кездейсоқ кездесіп қалдық. Гүлбаршынсың ғой? Даусын естігенде бірден таныдым. Иә, мұғалім болып келдің деп естідім. Құтты болсын. Солай қысқа ғана әңгімелестік. Бірақ сол күннен кейін ол мені жиі көретін болды. Кейде мектептен қайтарда жолығып қалатын. Кейде әдейі кітапхана жаққа келіп тұратын. Әңгіместе жарасатын. Ол ешқашан артық сөйлемейтін. Әр сөзін ойланып айтатын. Бір күні кешке үйге шығарып салып тұрып, «Гүлбаршын, мен сені көптен бері ұнатамын. Егер қарсы болмасаң, ата-анамды жібергім келеді», деді. Мен үндей алмай қалдым. Жүрегім қатты соғып тұрды. Үйге кірген соң анама бәрін айттым. Анам жымиып, «Қызым, Ильяс жаман жігіт емес. Мінезін бәрі мақтайды. Бірақ шешімді өзің қабылдайсың», деді. Бір аптадан кейін құдалық болды. Сөйтіп көп ұзамай, ақ көйлек киіп ұзатылып кеттім. Енемнің үйіне алғаш келін болып түскен күнім ерекше есте қалды. Енем жылы жүзбен қарсы алды. «Қызым, бұл үйге келін емес, қыз болып кел», деген сөзі жүрегімде мәңгі сақталып қалды. Ильястың Берік пен Серік деген егіз інілері және Индира есімді қарындасы бар екен. Берік өте сабырлы болатын. Серік керісінше, ашық мінезді, қалжыңқой еді. Индира мектепте оқитын. Бірақ біз бөлек шаңырақ көтердік. Ильяс. Әке-шешеміз қасымызда.
Бірақ әр отбасының өз шаңырағы болғаны дұрыс дейтін. Шағын ғана үйіміз болды. Үлкен болмаса да, іші махаббатқа толы еді. Таңертең екеуміз бірге жұмысқа шығамыз. Кешке бірге қайтамыз. Ильяс үйге кіре сала, «Қайда менің суретші келіншегім?» деп күлімсірейтін. Мен күліп, «Ас үйде». «Жоқ, сенің орның тек ас үй емес. Сенің армандарың да бар». Ол менің сурет салғанымды қатты қолдайтын. Тіпті туған күнімде үлкен мольберт сыйлап, бір күні сенің суреттерін көрмеге қойылады дегені әлі есімде. Мен оның сеніміне қарап өзіме де сенетінмін. Көп замай тұңғышымыз дүниеге келді. Ильяс баласын қолына алғаш алған кезде көзінен жас шыққан. «Ұлым, мен сені ешқашан жылатпаймын» деген еді. Арада 3 жыл өткенде қызымыз өмірге келді. Қызын құшағына алып, «Енді менің үйімде нағыз ханшайым бар» деп мәз болатын. Балалар әкесіне ерекше жақын еді. Кешкісін жұмыстан келетін уақытын терезеден күтіп отырастын. Көлігінің даусы естілсе болды, екеуі жарысып сыртқа жүгіретін. Ал Ильяс екеуін екі қолына көтеріп алып, үйге кіретін. Сол сәттерде мен өзімді дүниедегі ең бақытты әйел сезінетінмін. Кейде түнде балалар ұйықтаған соң шай ішіп отырып, «Гүлбаршын, біздің балаларымыз үлкен азамат болады. Тек қандай жағдай болса да, оларды мейіріммен тәрбиелейік» дейтін. Мен күліп, «Неге бұлай айтып отырсың?» «Білмеймін. Кейде адамның өмірі бір-ақ сәтте өзгеріп кетеді ғой». Мен оның бұл сөзін жай ғана айтылған әңгіме деп қабылдадым. Егер сол кезде оның осы сөзі көп ұзамай шындыққа айналатынын білсем, мүмкін сол кештің әр минутын ұзаққа созуға тырысар едім. Өйткені арада көп өтпей, біздің өмірімізді тас-талқан ететін бір ғана телефон қоңырауы соғатынын ешқайсымыз білген жоқпыз. Адам кейде бір-ақ секундтың бүкіл тағдырын өзгертетінін білмейді екен. Мен де білмедім. Сол таң басқа күндерген еш айырмашылығы жоқ болып басталды. Таңғы сағат 6 шамасында оянып, дастархан жайдым. Ильяс әдеттегідей ерте тұрды. Жуынып шығып, ас үйге кіргенде күлімсіреп, «Бүгін шайдың иісі ерекше шығып тұр ғой» деді. «Күнде осындай ғой» деп күлдім. «Жоқ, бүгін ерекше». Ол әрдайым осылай әзілдеп жүретін. Ұлым мен қызымыз да ұйқыларынан тұрып, дастархан басына жиналды. Ұлым 1-ші сыныпқа барғанына көп болмаған. Мектеп формасын өзі мақтанышпен киетін. «Әке, бүгін мен 5 аламын» деді. Ильяс күліп, «5 емес, бәрінен жақсы оқы. Бірақ ең алдымен жақсы адам бол» деп ұлының шашынан сипады. Қызы әкесінің мойнына асылып, «Кешке ерте келесіз бе?» «Әрине, ханшайымым, саған тәтті де алып келемін». Бұл оның балаларға айтқан соңғы уәдесі екенін ешкім білген жоқ. Таңғы асты ішкен соң ол есік алдына шықты. Мен де соңынан ердім. Көлігіне мінер алдында маған бұрылып, «Бүгін кешіксем күте берме, жұмысым созылып кетуі мүмкін». «Жақсы». Бір сәт үнсіз тұрдық. Кейін ол күлімсіреп, «Өзіңді күт, балаларға қара. Сен де абай бол». Ол басын изеді де көлігіне отырып, ауыл көшесімен ұзап кетті. Мен сол кеткеннен қайта оралмайтынын қайдан білейін? Күндегі әдетімен мектепке барып, сабақ өткізіп жүрдім. Балалармен сурет салып отырғанбыз. Бір кезде кабинет есігі тарс ашылып, директордың орынбасары кірді. Жүзі бозарып кеткен. «Гүлбаршын, сыртқа шықшы». Даусынан бір жамандық болғанын сездім. «Не болды?» Ол бірден айта алмады. «Сен қорықпа». Жүрегім атша тулап кетті. «Не болды? Айтыңызшы». «Ильястың көлігі апатқа ұшырапты». Құлағым шыңылдап кетті. «Жоқ, жоқ, ол аман ғой». Ол көзін төмен салды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Мен айқайлап жібергенімді де байқамаппын. Келесі есінде қалғаны аурухананың дәлізі. Аяғым өзімді көтермей барады. Жүгіріп кіргенімде дәрігерлердің жүзінен ақ бәрін түсіндім. Ақ жайма. Сол ақ жайманың астында
менің өмірім жатты. Мен ақырын барып жайманың шетін көтердім. Ильястың жүзі сондай тыныш еді. Тура ұйықтап жатқандай. Ильяс. Жауап жоқ. Тұршы, балалар күтіп отыр. Үн жоқ. Қолынан ұстап едім. Мұздап қалыпты. Сол сәтте жүрегімнің бір бөлігі жылынып кеткендей болды. Жоқ, бұлай болмайды. Сен маған уәде бергенсің, балаларды бірге өсіреміз дегенсің. Даусым бүкіл ауруханаға естілген шығар. Бірақ ол үнсіз жатты. Ауылға қаралы хабар тез тарады. Үйіміздің алды адамға лық толды. Әйелдер жоқтау айтып жылап жатты. Ер адамдар сыртта үнсіз жүр. Мен ештеңені сезбеймін. Бар болғаны бір ғана ой. Бұл түс шығар. Бірақ оянатын таң болмады. Ең ауыр сәт. Балалардың әкесін соңғы рет көруі болды. Ұлым маған қарап, анашым, әкем неге ұйықтап жатыр? Мен сөйлей алмадым. Көзімнен жас тоқтамай ағып тұр. Енем немересін құшағына алып, әкең Алланың қасына кетті құлыным. Ұлым түсінбей, қашан келеді? Енемнің де дауысы дірілдеп кетті. Келмейді балам. Сол кезде ұлым алғаш рет дауыс салып жылады. Жоқ, әкем кетпесін. Қызым болса әкесінің қолынан ұстап, әке, тұрмысшы, маған тәтті әкелемін дегенсіз. Осы сөздерді естігенде ауылдағы ер адамдардың өзі көз жасын тыя алмады. Мен болсам балаларымды құшақтап отырып, я Алла, неге? Дегеннен басқа ештеңе айта алмадым. Жерлеуден кейін үй іші босап қалғандай болды. Ильястың киімдері шкафында ілулі тұр. Сағаты үстелде жатыр. Кітаптары орнында. Тіпті сүйікті кесесіне дейін ешкім қозғамады. Кешке балалар, әке, бүгінде келмей ме? Жоқ. Ертең келеді ме? Жоқ. Күн сайын осы сұрақ. Күн сайын сол жауап. Бірнеше ай бойы қызым түнде ұйқысынан шошып оянып, әкемді сағындым, деп жылайтын. Ұлым болса үндемей қалды. Бұрынғыдай ойнамайтын болды. Бір күні оның мектеп дәптерін қарап отырсам, сурет салып қойыпты. Суретте төртеуміз қол ұстасып тұрмыз. Ал үстінде үлкен әріппен әкемді сағындым деп жазылған екен. Сол дәптерді кеудеме қысып алып, түнімен жыладым. Мен тек күйеуімнен айырылған жоқ едім. Балаларым әкесінен айырылды. Ал енем тұңғыш ұлынан айырылды. Бүкіл әулеттің қабырғасы қайысты. Бірақ сол кезде мен әлі алда мені одан да қиын таңдау күтіп тұрғанын білмейтінмін. Ильястың қырқысы артынан жылы өткен соң, ауыл ішінде мен туралы түрлі әңгімелер айтыла бастады. Ильястың қырқысы өтті. 40 күн бойы үйімізден адам үзілмеді. Туыстар келіп кетіп, ауылдастар қолдау білдіріп жүрді. Сол кезде қайғымның ауырлығы азаймағанымен, жалғыз емес екенімді сезінетінмін. Бірақ уақыт өте, бәрі өз тіршілігіне қайта кірісті. Ал мен 2 баламен ғана қалдым. Таңертең тұрып балаларды мектеппен балабақшаға дайындаймын. Өзім мектепке барамын. Сабақ біткен соң үйге асығамын. Кешкісін балалардың сабағын қарап, тамағын беріп ұйықтатамын. Күндер бір-біріне ұқсап өте берді. Кейде түннің ортасында оянып кетемін. Ильяс жанымда жатқандай болып, қолымды созамын. Бірақ төсектің жартысы бос. Сол кезде ғана бәрі түс емес екенін тағы түсінетінмін. Енем бізге жиі келетін. Кейде тамақ пісіріп кетеді, кейде балаларды алып өз үйіне апарады. Қызым, демалып кел дейтін. Берікте жиі соғатын. Үйдің бұзылған жерін жөндеп береді. Қыста көмір кіргізіп кетеді. Жазда бақшаны қазып береді. Ешқашан артық сөз айтпайтын. Бірдеңе керек болса айтыңыз жеңеше, дейтінде, жұмысын бітіріп үнсіз кетіп қалатын. Серік болса әзілдеп балалардың көңілін көтеретін. Индира қызымды ертіп алып, шашын өріп серуендетіп қайтатын. Солардың арқасында өзімді бөтен сезінбедім. Арада 1 жыл өтті. Ильястың жылдығын бүкіл ауыл болып өткіздік.
Құран оқылып ас берілді. Сол күні таңнан кешке дейін көзімнен жас тоқтамады. Міне, 1 жыл өтті, дегенге сенгім келмеді. Кешке қонақтар тараған соң, үй іші жым-жырт болып қалды. Балалар ұйықтап кеткен. Мен аулаға шығып жалғыз отырдым. Аспанға қарап ұзақ отырдым. Ілияс, сен жоқсың. Бірақ сенің аманатың жанымда, деп іштей сөйлеп отырғамын. Сол кезде байқамай қалған екенмін. Көрші 2 әйелдің әңгімесі құлағыма анық естілді. Гүлбаршын әлі жас қой. Иә, жалғыз әйелге қиын. Бір күні бәрібір тұрмысқа шығады. Балалар үшін шыққаны дұрыс. Олардың сөзінен ренжіген жоқпын. Өйткені бұл сөздерді кейін күнде еститін болдым. Бірақ уақыт өткен сайын басқа әңгімелерде көбейді. Жұмыстан қайтып келе жатсам, Гүлбаршын, үйге дейін жеткізіп тастайын дейтін ер адамдар табылды. Базарда жүрсем, жалғыз жүр екенсің ғой, бірдеңе керек болса айта жүр. Алғашында жай қамқорлық шығар деп ойладым. Кейін олардың көзқарасы басқа екенін түсіндім. Бірі шынымен жақсы ниетпен сөйлесе, енді бірі жалғыз қалған әйелді әлсіз көреді екен. Содан кейін кешке жалғыз шығудан қорқатын болдым. Есікті ерте жауып қоятынмын. Бір күні мектептен қайтып келе жатсам, ауылдың үлкен әжелерінің бірі тоқтатты. Қызым, ассалаумағалейкум әже. Уағалейкум ассалам. Ол біраз үнсіз тұрды. Ренжіме. Бірақ саған бір сөз айтайын. Айтыңыз. Қазақта жесірін жылатпаған деген сөз бар. Жалғыз әйелге өмір қиын. Балаларында өсіп келеді. Елдің сөзіне емес, ертеңгі күніне қара. Мен күлімсірегендей болдым. Әже, мен әзірге ондай ойламаймын. Жарайды қызым. Шешімді өзің қабылдайсың. Ол кісі кетіп қалды. Бірақ айтқан сөзі санамнан шықпай қойды. Бірнеше күннен кейін енем телефон шалды. Қызым, бүгін кешке бізге келіп кетші. Жақсы апа. Сабақтан соң балаларды ертіп енемнің үйіне бардым. Үйде Серік, әйелі, кішкентай қызы және Берік отыр екен. Бәріміз бірге шай іштік. Әңгіме айтып отырғанбыз. Бір кезде енем келініне қарап, балаларды сыртқа ойнатып келші деді. Одан кейін Серік пен Берікке де, сендерге азап сыртқа шыға тұрыңдар. Үйде тек екеуміз қалдық. Енемнің жүзі бұрынғыдан өзгеше еді. Әлденені көптен бері айта алмай жүрген адам сияқты. Ол қолынды өз алақанына алып, біраз үнсіз отырды. Қызым, иә апа, саған айтатын бір өтінішім бар. Мен жүрегімнің дүрсілін анық естідім. Айтыңыз, сен бізге бөтен емессің. Өз қызымдай болып кеттің. Балалар да өз немерелерім. Сенің жылағаныңды көріп, меніңге жүрегім ауырады. Көзіме жас келді. Бірақ өмір тоқтап қалмайды, қызым. Осы сөзден кейін мен енемнің не айтатынын іштей сезіп қойдым. Жоқ апа. Егер тұрмыс туралы айтқалы отырсаңыз, мен дайын емеспін. Енем басын шайқады. Тыңдап алшы. Ол кереңгем алып сөзін жалғастырды. Бүгін болмаса, ертең бәрібір тұрмысқа шығасың. Бірақ бөтен жерге кетсең. Балаларымның көзіндей болған 2 немерем кімнің қолында өседі? Олар өз әкесінің шаңырағынан алыстап кетпей ме? Мен үндемедім. Қазақта әмеңгерлік деген салт бар. Оның мақсаты әйелді мәжбүрлеу емес. Баланы жетімсіретпеу, әулетті сақтау. Егер өзің қарсы болмасаң, Берікке тұрмысқа шығуыңды қалаймын. Осы сөзді естігенде бойым мұздап кеткендей болды. Жоқ апа. Даусым өзіме де қатты шықты. Мен Ілиястың әйелі болдым. Берікті өз інімдей көремін. Бұл мүмкін емес. Енем көз жасын сүртті. Мен сені қинамаймын, қызым. Кек ойланып көр дедім. Жоқ, мен бұған ешқашан келіспеймін. Солай деп орнынан тұрып кетіп қалдым. Үйге дейін көз жасымды тоқтата алмадым. Адамдар мені қалайша осындай таңдау алдында қалдырады деп іштей налый бердім. Бірақ мен ол кезде тағдырдың мені әлі де ауыр сынаққа дайындап қойғанын білмедім. Арада көп өтпей,
Бір түнде болған оқиға менің өмірге деген көзқарасымды түбегейлі өзгерткен еді. Енемнің үйінен шыққан күні жүрегім алай-дүлей болды. Берікке тұрмысқа шық. Осы сөз құлағымнан кетпеді. Үйге келіп балаларды ұйықтаттым. Бірақ өзімнің көзіме ұйқы ілінбеді. Ілиясқа деген сағынышым әлі түрлі басылмаған. Оның үстіне енемнің ұсынысы мен үшін өте ауыр еді. Бұл қалай болады? Ауыл адамдары не дейді? Берік өзі не ойлайды? Осындай мың сан сұрақ мазалап шықты. Таң ата ғана көзім ілініп кеткен екен. Келесі күндері бұрынғы тіршілігім жалғаса берді. Мектеп, балалар, үй. Бірақ бір нәрсені байқай бастадым. Ауылдағы кейбір адамдар маған бұрынғыдай қарамайтын болды. Бірі аяушылықпен қарайды, бірі сырттай сөз қылады. Бірі әдейі жолымды тосады. Бір күні жұмыстан шығып келе жатсам, ауылдың шетіндегі дүкеннің жанында бұрыннан танитын көрші ағай кездесті. «Ей, Гүлбаршын, үйге жеткізіп тастайын». «Рахмет, өзім барамын». Жалғыз жүрген әйелге қиын ғой. Оның сөзі ұнамады. Сыпайы ғана қоштасып кетіп қалдым. Бірақ содан кейін де бірнеше рет жолымды тосып артық сөйлей бастады. Мен мән бермедім. Күздің қара суық кештерінің бірі еді. Жаңбыр сіркіреп тұр. Балалармен кешкі асымызды ішіп, теледидар қарап отырғанбыз. Сағат 9-дар шамасы. Кенет есік тарсылдай бастады. Тарс, тарс, тарс. Ұлым орнынан тұрып, «Анашым, біреу келді». «Отыр, өзім қараймын». Есіктің ар жағынан ауыр дауыс естілді. «Гүлбаршын, аш есікті». Дауысты бірден таныдым. Көрші көшеде тұратын әлгі адам. Дауысынан мас екені анық білініп тұр. «Не болды?» «Ашшы, сөйлесеміз». «Ертең сөйлесеміз». «Жоқ, қазір аш». Есікті қаттырақ ұра бастады. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Балалар да қорқып қалды. «Анашым, қызым жылап жіберді». Мен іштен: «Кетіңіз, әйтпесе айқайлаймын». «Айқайла, саған кім келеді?» Осы сөзден кейін бойымды қорқыныш биледі. Есік қайта-қайта тарсылдап жатты. Бір кезде сырттағы адам есіктің тұтқасын жылқи бастады. Сол сәтте үлкен ұлым маған қарады. 7 жастағы бала болса да, жүзіндегі қорқынышты әлі ұмытпаймын. Ол бірден: «Анашым, мен қазір», деп сыртқы есіктің екінші жағындағы аула қақпасымен жүгіріп шығып кетті. «Балам, тоқта!» Мен артынан үлгермедім. Жаңбыр астында жалаңаяқ жүгіріп бара жатқанын ғана көрдім. Ол тура көрші көшедегі Беріктің үйіне қарай жүгіріп бара жатты. Берік сол кезде үйінде кешкі шай ішіп отырған екен. Ұлым есікті тоқтаусыз қағып: «Берік аға, тез келіңізші, анам жылап жатыр, бір кісі үйге кірмек болып жатыр», деп айқайлаған. Берік ештеңе сұрамапты. Үстіне күртесін іле салып, сыртқа атып шыққан. Ұлымның қолынан ұстап: «Жүгір», деген екен. Екеуі біздің үйге қарай жүгіріп келеді. Ал мен болсам іштен есікті бар күшіммен тіреп тұрмын. Сырттағы адам боқтап есікті итеріп жатыр. Қызым менің етегіме жабысып жылауда. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей. Дәл сол кезде аула қақпасы тарс ашылды. «Ей!» Беріктің зор даусы шықты. Сырттағы адам жалт қараған. Берік оған жақындап барып: «Не істеп жүрсің сен?» «Саған не? Бұл менің ағамның үйі. Бұл үйге енді қайтып аяқ басушы болма». Әлгі адам мас болғандықтан қарсыласа бастады. Бірақ Берік оның жағасынан ұстап, ауладан сүйреп шығарып жіберді. «Егер тағы бір рет осы үйдің маңынан көрсем, өзіне жаман болады». Оның дауысын бүкіл көше естіген шығар. Көршілердің шамдары жана бастады. Әлгі адам боқтап балағаттап біраз тұрды да, ақыры кетіп қалды. Мен сол кезде ғана есікті аштым. Қол аяғым қалтырап тұр. Берік ең бірінші балаларға қарады. Ұлымды құшағына қысып: «Батырсың, жақсы істедің». Сосын қызымның басынан сипады: «Ештеңеден қорықпаңдар, мен келдім». Осы бір ауыз сөздің өзі балаларды тыныштандырды. Мен үнсіз жылап тұрдым.
Берік маған қарады. Жеңеше, жақсысыз ба? Мен тек басымды изей алдым. Даусым шықпады. Ол үйдің айналасын түгелі қарап шықты. Қақпаны бекітті. Есікті тексерді. Сосын ғана: бүгін түнде мен осы жерде боламын. Балалар қорықпасын. Жоқ, әуре болма. Бұл әурешілік емес. Бұл ағамның аманаты. Осы сөзді естігенде көзімнен жас қайта сорғалап кетті. Сол түні Берік аулада таң атқанша отырды. Ал мен терезеден сыртқа қарап, үнсіз ойға баттым. Бір кезде енемнің айтқан сөзі есіме түсті. Қызым, жалғыз әйелге қиын. Мен алғаш рет, енемнің не үшін сол әңгімені қозғағанын түсіне бастағандай болдым. Бірақ дәл сол түні мені таңғалдырған тағы бір нәрсе болды. Таң ата Берік маған ештеңе айтпастан: кешке тағы келемін, бірақ сізбен сөйлесетін маңызды әңгімем бар, деді. Мен оның қандай әңгіме айтатынын әлі білмейтінмін. Сол түннен кейін үйдің іші біразға дейін тыныштала алмады. Қызым түн ортасында шошып оянып: анашым, әлгі аға қайта келмей ме? Деп жылап жіберді. Мен оны құшағыма қысып: жоқ қызым, енді ешкім тиіспейді, дедім. Бірақ бұл сөзді айтсам да, өзімнің де көңілімде қорқыныш қалып қойған еді. Ұлым болса үнсіз еді. Ол бұрынғыдай көп сөйлемейтін. Бірақ сол күні оның жүзінен бір өзгерісті байқадым. Ол бір күнде есейіп кеткендей көрінді. Таңертең балаларды мектепке дайындап жатқанда, ұлым маған қарап: анашым. Я, балам? Мен дұрыс істедім бе? Нені айтасың? Берік ағаны шақырғанымды. Мен баламды құшағыма қысып алдым. Әрине дұрыс істедің. Мен қатты қорқып кеттім. Батыр болдың құлыным. Егер сен бармағанымда не боларын бір Алла біледі. Ұлым үнсіз басын изеді. Сол сәтте мен оның бала жүрегіне қандай қорқыныш түскенін түсіндім. Мектепке барғаныммен сабаққа көңілім бөлінбеді. Қолыма бор ұстап тұрғаныммен ойым басқа жақта. Оқушылардың суреттеріне қарап тұрғанымда директор кабинетіне шақырды. Гүлбаршын, бәрі дұрыс па? Я. Әлгі түндегі жағдайды естідім. Егер бір көмек керек болса, айт. Рахмет. Сол кезде ғана түсіндім. Ауылда болған еш нәрсе жасырын қалмайды екен. Кешке балалармен үйде отырғанымызда есік қағылды. Бұл жолы жүрегім дүрсілдеп кеткенімен, терезеден қарасам, Берік екен. Есікті аштым. Ол қолында бір қап көмірмен азық түлік алып келіпті. Апа жіберді. Әуре болыпсыз? Әуре емес. Ол бәрін кіргізіп болған соң: балалар, далаға шығып доп ойнайсыңдар ма? Деді. Ұлым мен қызым қуанып сыртқа жүгіріп кетті. Үйде екеуміз ғана қалдық. Бірнеше минут үнсіз отырдық. Ақыры мен үнсіздікті бұздым. Кешегіге рахмет. Берік басын шайқады. Рахмет айтпаңыз. Егер сіз келмегенде, ондай сөз айтпаңыз. Ол сәл ойланып отырды да, асықпай сөз бастады. Жеңеше, анамның сізбен не туралы сөйлескенін білемін. Мен үнсіз қалдым. Сізді ренжіткенін де білемін. Я. Бірақ сіз бір нәрсені біліп жүріңіз. Ол маған тіке қарады. Мен сізді ешқашан қинамаймын. Мен таңы қап қалдым. Егер сіздің көңіліңіз қаламаса, бұл әңгіме мәңгі жабылады. Онда неге? Берік сөзімді бөліп: өйткені бұл шешімді сіз емес, өмірдің өзі қабылдатуы мүмкін. Мен түсінбей қарадым. Ол терең дем алды. Кеше болған жағдай соның дәлелі емес пе? Үнсіз қалдым. Айтары жоқ еді. Жалғыз әйелге өмір оңай емес. Бірақ мен сізді әйел ретінде емес, ең алдымен ағамның аманаты ретінде қорғаймын. Осы сөзді естігенде жүрегім шым ете қалды. Илья саған тірі болса, дәл осылай менің отбасыма қамқор болар еді. Сондықтан бұл мен үшін міндет. Менің көзіме жас келді. Берік сөзін жалғастырды.
Ауыл адамдары не айтатынын білемін. Ағасының әйеліне үйленіпті дейді. Жеңгесіне көз салған екен дейді. Осының бәрін естимін. Бірақ олар біздің өмірімізді өмір сүрмейді. Олар балалардың көз жасын көрген жоқ. Олар кеше түнде сіздің қорыққаныңызды да көрген жоқ. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Сізді ештеңеге көндіргім келмейді. Тек бір нәрсені айтайын. Егер бір күні өз еркіңізбен келіссеңіз, мен сіздің балаларымызды ешқашан өгей демеймін. Өз балаларымнан бір мысқалда кем көрмеймін. Осы сөзді айтқанда, оның даусы дірілдеп кетті. Менің әлі балам жоқ. Әке болудың қандай сезім екенін білмеймін. Бірақ Ержан мен Айшаны, балалардың аттарын өзіңіз өзгерте аласыз. Туған күнімнен бастап жақсы көріп келемін. Олар мен үшін ағамнан қалған ең қымбат аманат. Сол сәтте кешегі оқиға есіме түсті. Ұлым еш ойланбастан дәл осы адамды шақырды. Неге? Өйткені ол Берікті кішкентайынан өз ағасындай көріп өсті. Берік орнынан тұрды. Мен енді кетейін. Есікке жақындай бергенде мен: Берік. Ол бұрылды. Егер мен келіспесем, ол жымиып, онда да ештеңе өзгермейді. Мен бәрібір сіздерге көмектесіп тұрамын. Өйткені бұл ағамның аманаты. Ол есікті жауып шығып кетті. Сол түні ұйықтай алмадым. Беріктің әр сөзі ойымнан кетпеді. Ол бір ретте маған тұрмысқа шығыңыз деп айтпады. Бір ретте өзін мақтаған жоқ. Бір ретте мені қыспаққа алған жоқ. Керісінше, таңдау өз қолында екенін айтты. Бірақ сол түні мен тағы бір нәрсені байқадым. Ұлым ұйықтар алдында: Анашым, иә, Берік аға бүгінде келіп кете ме? Білмеймін, балам. Ол келгенде өзімді қауіпсіз сезінемін. 7 жастағы баланым осы бір сөзі менің жүрегімді тіліп өтті. Мен енді тек өзім үшін емес, балаларының болашағы үшін де ойлануға мәжбүр едім. Ал арада бірнеше күн өткен соң, енем мені тағы да үйіне шақырды. Берікпен болған әңгімеден кейін менің жан дүнием астан-кестең болды. Бір жағынан жүрегім Ильясты әлі де сағынатын. Екінші жағынан балаларының болашағы мазалайтын. Егер басқа біреуге тұрмысқа шықсам, ол балаларымды дәл Беріктей қабылдай ма? Ал мүлде тұрмысқа шықпасам, ертең не болады? Осындай ойлар күндіз-түні маза бермеді. Бірнеше күннен кейін енем тағы да шақырды. Бұл жолы балаларды Индира алып кетті. Үйде мен, енем және Берік қана қалдық. Енем үнсіз ғана бізге шай құйып отырды. Бір кезде ол сөз бастады. Қызым, өткенде айтқан әңгімем үшін ренжіп қалғаныңды білемін. Жоқ, апа. Жоқ, ренжідің. Бірақ мен сені түсінемін. Ол көз жасын сүртіп алды. Мен де анамын. Тұңғышымды жерледім. Оның орны ешқашан толмайды. Үй іші үнсіз қалды. Сәлден кейін енем сөзін жалғастырды. Мен сені ешқашан мәжбүрлемеймін. Егер жоқ десең, бұл әңгімені енді қозғамаймын. Мен Беріктің жүзіне қарадым. Ол төмен қарап үнсіз отыр екен. Енем тағы да сөйледі. Бірақ бір нәрсені біл. Сен басқа адамға тұрмысқа шықсаң да, мен қарсы болмаймын. Тек балалар бөтеннің қолында өгей болып кетпесе екен деймін. Сол кезде Берік алғаш рет сөз алды. Апа, иә балам, соңғы сөзді жеңешем айтсын. Ол маған қарап: егер қарсы болсаңыз, дәл қазір айтыңыз. Мен сізді ешқашан бұл әңгімемен мазаламаймын. Мен оның жүзіне ұзақ қарадым. Өткен жолғы сөздері есіме түсті. Мен бәрібір ағамның аманатына қараймын. Осындай сөзді екінің бірі айта алмайды. Үйге қайтып келе жатып, ауыл көшесімен баяу жүрдім. Күздің салқын желі бетіме соғып тұр. Кенет ұлым жүгіріп келді. Анашым. Не болды? Мен бүгін сурет салдым. Қандай сурет? Ол қағазын көрсетті. Суретте 4 адам емес, 5 адам тұр екен. Мен, өзі,
қарындасы, Ильяс және Берік. Тамаққа бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Балам, Берік ағаны неге салдым? Ұлым еш ойланбастан. Ол бізді қорғайды ғой. Осы бір қарапайым сөз жүрегіме қатты әсер етті. Баланың жүрегі ешқашан өтірік айтпайды. Сол түні жай намазымды жайып, ұзақ дұға жасадым. Уа Алла, егер бұл шешім балаларының бақыты болса, жүрегіме тыныштық бере көр. Егер дұрыс емес болса, маған белгісін көрсет. Сол түні алғаш рет жүрегім жеңілдеп ұйықтаппын. Ертеңіне таңертең енемнің үйіне өзім бардым. Есікті енем ашты. Мені көріп таңырқап қалды. Қызым, мен үнсіз ішке кірдім. Берік аулада отын жарып жүр екен. Мені көріп қолындағы балтасын жерге қойды. Жеңеше, мен терең дем алдым. Егер бәріміздің ниетіміз таза болса, егер балаларым ешқашан өгейлік көрмейтін болса, егер бұл шешім Алланың алдында да, адамның алдында да дұрыс болса, мен келісемін. Енем сол жерде еңіреп жылап жіберді. Келіп мені құшақтап, бақытты бол қызым. Екеуінің ниеттерің ақ болсын деп, қайта-қайта батасын берді. Ал Берік, ол үндемеді. Тек басын төмен түсіріп, рахмет, сенімдеріңізді ақтауға тырысамын деді. Ол бір ауызда артық сөз айтқан жоқ. Сол сәтте мен тағы да оның қандай сабырлы адам екенін түсіндім. Біздің некеміз өте қарапайым өтті. Ешқандай той жасаған жоқпыз. Тек ең жақын туыстар жиналып, ақ дастархан жайылды. Неке қиылды. Бірақ ауыл үнсіз қалған жоқ. Ағасының әйелін алыпты. Баяғыдан бері сөйлесіп жүрген шығар. Ят болған екен. Осындай сөздер жан-жақтан естіле бастады. Бір күні дүкенде кірсем, екі әйелдің сыбырласып тұрғанын естіп қалдым. Көрдім бе? Көп күтпеді. Екіншісі, кім біледі, мүмкін бұрыннан араларында бірдеңе болған шығар. Мен олардың жанына барып, Алла куә, ондай күнә ой біздің арамызда ешқашан болған емес. Бұл шешімді балаларымның болашағы үшін қабылдадым. Елдің сөзін тоқтата алмаймын, бірақ ар-ұятым таза, дедім де үнсіз шығып кеттім. Сол күні үйге жылап келдім. Берік бәрін түсінді. Не болды? Мен болған әңгімені айтып бердім. Ол сәл ғана жымиып, адамдардың аузын жаба алмаймыз, бірақ уақыт бәріне жауап береді. Егер өкініп қалсаңыз, жоқ, елдің сөзі ауыр емес пе? Ауыр. Бірақ балалардың бір күндік көз жасы елдің 1000 күндік сөзінен ауыр. Оның осы жауабынан кейін ішімдегі соңғы күмәнде сейіле бастады. Өйткені мен дұрыс адамға сенім артқанымды түсіндім. Бірақ мен ол кезде Алланың бізге тағы бір үлкен қуаныш дайындап қойғанын әлі білмейтінмін. Адамның шын болмысын сөзінен емес, ісінен таниды екенсің. Берікпен шаңырақ көтергеннен кейін менің ең үлкен қорқынышым балалар болатын. Бір күні оларды бөліп жармай ма? Өзінің баласы туған соң үлкен екеуіне деген көзқарасы өзгермей ме? Осындай ойлар кейде еріксіз мазалайтын. Бірақ Аллаға шүкір, менің қорқынышымның еш қайсысы орындалмады. Берік бұрынғыдай таңертең ерте тұрып жұмысқа кетеді. Кешке үйге кірген бетте ең бірінші «Батырларым қайда?» деп балаларды іздейтін. Ұлым жүгіріп келіп мойнына асылатын. Қызым болса, «Берік аға келді» деп қуанып жүретін. Иә, алғашқы кезде балалар оны әке демейтін. Берік аға дейтін. Берік оған ешқашан ренжіген емес. Керісінше, қалай ыңғайлы болса солай айтыңдар. Мен үшін ең бастысы сендердің аман жүргендерін дейтін. Осы сөзінің өзі оның қандай адам екенін көрсететін. Бір күні ұлым мектептен көңілсіз келді. Не болды балам? Ештеңе, бірақ мен анамын ғой. Баласының көңіліндегі мұңды бірден сезеді екен. Кешке Берік те байқап қалды. Ержан, бері келші.
Екеуі ауладағы орындыққа барып отырды. Жарты сағаттай сөйлесті. Не айтқанын мен естіген жоқпын. Бірақ кейін ұлым күліп үйге кірді. Түнде ұйықтар алдында қасына барып, «Не болды өзі?» «Сыныптағы бір бала...» «Не деді?» Ұлым басын төмен салды. «Сенің әкең өлген» деді. Жүрегім шым ете қалды. «Сонда сен не дедің?» «Ештеңе». Сәл үнсіз тұрды да, Берік аға айтты. «Не деді?» «Әке деген тек дүниеге әкелген адам емес. Өмір бойы жаныңнан табылатын адам да әке» деді. Менің көзіме жас келді. Берік бұл әңгімені маған айтқан жоқ. Бірақ сол күні баланның жүрегіндегі жараны емдеп қойған екен. Арада 2 жыл өтті. Біздің шаңырағымызға тағы бір сәби келді. Дәрігер, «Ұл бала» дегенде, Берік ең бірінші, «Балаларым қайда? Олар інілерін көрсін» деді. Ұлым мен қызым ауруханаға келгенде, жаңа туған нәрестеге ұзақ қарап тұрды. Берік күліп, «Бұл сендердің інілерің, енді сендер оған үлгі боласыңдар». Ұлым қуанып, «Мен оны қорғаймын» деді. Сол кезде мен ішімнен, «Я Алла, осы бірлігімізді бұзба» деп тіледім. 1 жылдан кейін қызымыз дүниеге келді. Енді біздің үйде 4 бала болды. 2 ұл, 2 қыз. Кейбір адамдар, енді өз балалары туған соң үлкен екеуін ұмытар, деп сырттай айтып жүргенінде естідім. Бірақ олар тағы да қателесті. Бір күні дүкеннен 4 бірдей қысқы күрте алып келді. Мен күліп, «Неге бәрі бірдей? Өйткені 4-еуі де менің балаларым. Үлкен екеуінікі былтырғысы да жарайтын еді ғой». Берік маған таңырқай қарады. «Егер кішілеріне жаңасын алып берсем, үлкендері неге ескі киюі керек?» Мен үнсіз қалдым. Осындай ұсақ нәрселердің өзінен оның балаларды ешқашан бөлмейтінін көретінмін. Жексенбі сайын бәріміз бірге дастархан басына жиналатынбыз. Берік балаларға, «Бір-біріне тірек болыңдар. Ертең біз болмаймыз, сендер ғана қаласыңдар» дейтін. Балалар да бір-бірін туғандай жақсы көріп өсті. Ешқашан «Сен басқа әкенің баласысың» деген сөз біздің үйде айтылған емес. Ондай ойдың өзі болған жоқ. Бір күні мектепте ата-аналар жиналысы өтті. Әдеттегідей Берік барды. Жиналыстан кейін сынып жетекшісі маған телефон шалды. «Гүлбаршын, бүгін күйеуіңіз келді ғой?» «Иә». «Бір нәрсе айтайыншы?» «Тыңдап тұрмын». Ол кісі балалар туралы сөйлегенде, ешқашан әйелімнің баласы демейді екен. Тек ұлым, қызым дейді. Бірақ кейін ғана басқа мұғалімдерден жағдайды естідік. Шынымды айтсам таң қалдым. Телефонды қойған соң ұзақ жыладым. Бұл жолы мұңнан емес, шүкіршіліктен. Уақыт өте келе ауыл адамдарының да пікірі өзгере бастады. Бұрын өсек айтқандардың өздері, «Берік дұрыс жігіт екен. Балаларды айырмай өсіріп жатыр. Әмеңгерлік осындай жағдайда болса, жаман емес екен», деп айта бастады. Мен ешкімге ештеңе дәлелдеуге тырысқан жоқпын. Өмірдің өзі бәрін дәлелгеп берді. Бүгінде үлкен ұлым оқуын аяқтап, отан алдындағы борышын өтеп келді. Қазір өз алдына шаңырақ көтерген азамат. Қызым университетте білім алып жүр. Кіші ұлым мен қызым мектепте оқиды. Кейде кешкісін бәріміз бір дастархан басында отырғанымызда Беріктің жүзіне қарап қаламын. Іштей, «Рахмет Алла. Балаларыма дәл осындай әке жолықтырғаның үшін» деп шүкір етемін. Өйткені кейде адамның бақыты бірінші емес, екінші мүмкіндікпен келеді екен. Ал бүгін мен өз өміріме қарап тұрып, еш нәрсеге өкінбеймін. Өткеннің қайғысы жүрегімде мәңгі сақталады. Ілиясты ешқашан ұмытпаймын. Бірақ Беріктің де біздің өміріміздегі орны ерекше. Ол маған жар ғана болған жоқ. Балаларыма қорған болды. Сол үшін мен тағдырыма ризамын. Арада 20 жылдан астам уақыт өтті. Кеше ғана қолымнан жетектеп мектепте апаратын балаларым бүгінде өз алдына азамат болды. Уақыт шынымен де жараны емдейді екен. Бірақ өткенді ұмыттырмайды. Үлкен ұлым оқуын тамамдап,
отан алдындағы борышын абыроймен өтеп келді. Бір күні кешке, анашым, сіздермен сөйлесетін маңызды әңгімем бар деді. Мен күлімсіреп, айта ғой балам, үйленгім келеді. Берік екеуміз бір-бірімізге қарап күліп жібердік. Құтты болсын дедік. Құдалық өтердің қамы басталды. Сол күндері мен еріксіз өткен өмірімді жиі есіме алатын болдым. Кеше ғана әкесінің табытын құшақтап жылаған кішкентай бала. Бүгін өз шаңырағын көтергелі отыр. Той күні ұлым ақ костюмын киіп жаныма келді. Анашым, иә құлыным, рахмет. Не үшін? Ешқашан бізді жетім сездірмегеніңіз үшін. Мен үндей алмадым. Ол сөзін жалғастырды. Және Берік әкеме де рахмет. Мен таңырқап қалдым. Өйткені бұл оның алғаш рет Берік әке дегенді ашық айтқан еді. Берік те үнсіз тұрды. Ұлым оның жанына барып, әке. Сол сәтте Беріктің көзінен жас шығып кетті. Ол ұлымды құшақтап, бақытты бол балам, деді. Бұл көріністі көргендердің бәрі көздеріне жас алды. Той басталар алдында ұлым, біз алдымен зиратқа барамыз, деді. Бәріміз бірге Ильястың басына бардық. Ұлым гүл қойып, Құран бағыштады. Әке, бүгін сіздің арманыңыз орындалды. Мен үйленіп жатырмын. Сіз қасымызда болмасаңыз да, жүрегімізде әрқашан барсыз. Осы сөздерді естігенде мен көз жасымды ұстай алмадым. Содан кейін ұлым Беріктің жанына келіп, әке, бүгінгі күнге жеткізгеніңіз үшін рахмет. Сіз бізге ешқашан өгейлік көрсеткен жоқсыз. Сіз менің өмірімдегі ең үлкен тіректердің бірісіз. Берік үндемеді. Тек ұлымды құшағына қысып тұрды. Екеуінің де көзінен жас ағып жатты. Қазір қызым университетте оқиды. Кіші ұлым мен қызым мектептің жоғары сыныптарында. Үйіміз әлі де күлкіге толы. Демалыс күндері 4 балам, келінім бәрі жиналады. Берік дастархан басында бұрынғы әдетімен, балалар, бір-бірінен айырылмаңдар. Бізден кейін сендер ғана қаласыңдар, дейді. Балалар түгел, жарайды әке деп жауап береді. Осы бір әке деген сөзді естіген сайын жүрегім елжірейді. Кейде ауылдың үлкен әжелері кездесіп, қызым, кезінде дұрыс шешім қабылдапсың, балаларының бағы ашылыпты, дейді. Мен күліп қана қоямын. Ешкімдікі дұрыс, ешкімдікі бұрыс деп айта алмаймын. Өйткені әр адамның тағдыры әртүрлі. Әмеңгерлік біреуге міндет емес, біреуге таңылған жол да болмауы керек. Бірақ біздің өмірімізде ол балалардың тағдырын сақтап қалған шешім болды. Берік мені ешқашан мәжбүрлеген жоқ. Енем де соңғы таңдауды өзіме қалдырды. Мен де жүрегіммен ойланып, барып келістім. Сол үшін ешқашан өкінген емеспін. Бүгін 4 баланың анасымын. Бір келіннің енесімін. Аллаға шүкір шаңырағым аман. Ильясты өмір бойы құрметпен еске аламын. Өйткені ол алғашқы бақытым. Ал Берік, ол тағдырдың маған берген екінші мүмкіндігі. Егер осы оқиғанды оқып отырған жандардың арасында тағдырдың ауыр сынағын көрген жандар болса, бір ғана нәрсе айтқым келеді. Кейде өмір біз ойлағандай болмайды. Бірақ әр сынақтың артында бір жақсылық жатады. Маңыздысы жүректегі адалдықты, адамдықты және отбасының бірлігін жоғалтпау. Алла әр шаңыраққа тыныштық, ынтымақ және береке берсін.